Сәлеметсіз бе? Бұл менің Қазақстан тарихы пәні бойынша медион тапсырмам. Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері мен сабақтастығы. Қазақ мемлекеттілігінің тарихы Еуразия кеңістігіндегі мыңдаған жылдар бойы жалғасып келе жатқан мемлекеттілік дәстүрінің заңды жалғасы болып табылады. Қазақстан аумағы ежелден түрлі тайпалар мен халықтардың мекені болып, олардың саяси, мәдени және экономикалық байланыстары болашақ қазақ хандығының құрылуына негіз қалаған болатын. Мемлекеттілік ұғымы тек билік жүйесін ғана емес, сонымен қатар халықтардың біртұтас мәдениеті, тілі, діні және де олардың дәстүрлерін қамтиды. Сол себепті қазақ мемлекеттілігі үздіксіз тарихи даму мен сабақтастықтың нәтижесі болып табылады. Егер қазақ хандығының құрылуының алғышарттарына келетін болсақ, Қазақстан аумағы ежелден түрлі тайпалар мен мемлекеттердің мекені болды. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтан бастап осы өңірде алғашқы мемлекеттік бірлестіктер пайда болды және де қалыптасты. Соның ішіндегі ең ірілеріне тоқталатын болсақ, олардың ішінде сақтар, үйсіндер, қаңлылар және ғұндар бар. Бұл тайпалар мен мемлекеттер кейінгі түркі мен қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған болатын. Сақтар біздің заманымыздан бұрын 8-3 ғасырларда өмір сүрді. Жалпы олардың мекендеген жеріне келетін болсақ, бұл Қазақстан аумағының түгел дерлік бөлігін қамтыды және сондай-ақ Орта Азия мен Оңтүстік Сібірдің бір бөлігін қоныстанған болатын. Грек деректерінде оларды скифтер, ал парсы жазбаларында оларды сака деп атайды. Олардың негізгі орталықтары Жетісу, Сырдария бойы, Арал маңы, шығыс және орталық Қазақстан болып табылады. Бөліктеріне келетін болсақ, Тиграхауда сақтар бар. Оларды шошақ бөрікті сақтар деп атайды. Олар Жетісу мен Тянь-Шань өңірінде өмір сүрді. Сосын Парадарая сақтары бар. Олар теңіз арғы жағындағы сақтар. Олар Каспий және Арал маңында өмір сүрді. Және Хаума-Варга сақтары. Олар Хаума сусын дайындаған сақтар. Және олар Сырдария бойында өмір сүрді. Егер сақтармен байланысты маңызды оқиғаларға келетін болсақ, ол біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда Парсы патшасы Кирдің жорығына қарсы күрес етті және Томирис патшайым бастаған сақтар Кир әскерін талқандады және ол туралы бізге Геродот жазып кеткен. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Александр Македонскийдің шапқыншылығына қарсы тұрған. Және де олардың рөліне келетін болсақ, сақ қоғамында әскери демократия мен билік иерархиясы қалыптасқан болатын. Олардың археологиялық ескерткіштері бұл Бешатыр және Есік обасы, онда алтын адам табылған болатын. Және де сақтардың мәдени мұрасы бұл кейінгі түркілік және қазақтық дүниетанымның негізін қалады. Бұл күнге табыну, аң стилі және ержүректік рух. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрын 3 ғасыр және біздің заманымыздың 5 ғасырларында өмір сүрген. Жалпы олар Жетісу өңірін, яғни Іле аңғары, Шу мен Талас өзендері мекендеген болатын. Олардың астанасы Чигу деген қазір Чигу қаласы, яғни Қызыл алқап, және де бұл қазіргі кезде Стокгольм маңында орналасқан. Халқы мен құрылымына келетін болсақ, шығыс деректерде үйсіндердің саны шамамен 120 мың түтін, 630 мың адам және де 188 мың жауынгер болған дейіледі. Жалпы елді Гуймо басқарған, оның қол астында ұлыстар мен рулар болған. Үйсін қоғамы рулық тайпалық құрылымнан ерте феодалды қатынастарға өтудің кезеңінде болған. Үйсіндер ғұндармен және де Қытаймен күрделі қатынаста болған. Біздің заманымызда бұрын 2 ғасырда үйсіндер Қытаймен одақ құрып, олар ғұндарға қарсы тұрған. Және де Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан оларда сауда мен мәдениет дамыған болатын. Олардың археологиялық ескерткіштеріне келетін болсақ, бұл Ақтас, Қаратал, Қарлақ, Талғар деген және де қойлық қоныстары болады. Үйсіндер мәдениеті кейінгі түркі тайпаларына ықпал етті. Мал шаруашылығы мен егіншілік қатар дамыған, және де темір мен қола бұйымдар кең қолданылған болатын. Қаңлылар біздің заманымызда бұрын 2 ғасырда және біздің заманымыздың 5 ғасырларында өмір сүрді. Жалпы олар Сырдарияның орта ағысын, қазіргі бұл Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары және де Ташкент маңын мекендеген болатын. Астанасы Битянь, бұл Түркістан маңындағы орналасқан деп есептеледі. Қаңлы мемлекеті 5 иелікке бөлінген, әр иелікті ұлысбегі басқарған болатын. Халқы шамамен 600 мың адам, 120 мың жауынгер болған. Бұл Қытай деректері бойынша және де ел билеушісі Қанға Тархан деп аталған. Маңызды оқиғалары.
қаңлылар ғұндармен және де үйсіндермен дипломатиялық әскери қатынастарда болған. Ұлы жібек жолының маңызды тармақтарын бақылады және де халықаралық сауда дамыған болатын. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырда олар Ферғана мен Парфиямен де баланыс орнатты. Қаңлылар мәдени орталықтары бұл Отырар, Қостөбе, Жаңқала, Алтынтөбе деген қалалар болатын, және де олар металл өңдеу, керамика және де сауда ісі жоғары дамыған болатын. Қаңлы мәдениеті қазақ халқының этногенезінде маңызды рөл ойнайды. Ғұндар біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда және де біздің заманымыздың 5-ші ғасырында өмір сүрді. Олар бастапқыда Орталық Азияда, оның солтүстігін, яғни Моңғолия мен Байкал көлінің маңын, кейін батысқа жылжып, Қазақстан мен Еуропаға дейін жеткен болатын. Еуразиядағы халықтардың ұлы қоныс аударуының қозғаушы күші болған, және де олар Еуропаға ықпал еткен болатын. Басшысы Мөде Шанюй біздің заманымыздан бұрын 209-174 жылдар аралығында өмір сүрген, ғұн мемлекетінің негізін қалаған тұлға болып табылады. Бұл қатаң орталықтандырылған әскери мемлекет болып табылады. Оларда 24 әкімшілік бөлікке бөлінген, әрқайсысын ұлысбектер басқарған болатын. Және де билеуші әулет мұрагерлікпен билік жүргізген болатын. Және де осы 24 әкімшілік бөлікте тек қана Шанюйдің туысқандары ғана болған. Маңызды оқиғаларына тоқталатын болсақ, біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда ғұндар Қытаймен ұзақ соғыс жүргізген болатын. Олар ұлы Қытай қорғанын сол қауіптен тұрғызған болатын. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырда ғұндар ішкі және сыртқы ғұндарға бөлінді. Бір бөлігі Қазақстан және де Орталық Азияға қоныс аударған болатын. Батыс ғұндары кейін Еуропаға жылжып, Рим империясының қатер төндірген болатын Атилла кезеңінде. Жалпы мәдени және тарихи ықпалына келетін болса, ғұндардың әскери ұйымы және де олардың көшпелі дәстүрі кейінгі түркі халықтарына негіз болған. Ғұндар Қазақстан аумағына келген соң, жергілікті үйсін қаңлы тайпалармен араласып, түркі этногенезінің бастауы қалыптасқан болатын. Жалпы сақтар, үйсіндер, қаңлылар және ғұндар олар Қазақстан жеріндегі алғашқы мемлекеттік бірлестіктер болып табылады. Олардың саяси, әлеуметтік және мәдени тәжірибесі кейінгі түркі және де қазақ хандығының қалыптасуында негіз болған. Және де мемлекеттік билік жүйесі, әскери ұйым, дәстүр мен құқықтық мәдениет бәрі де осы ежелгі мемлекеттерден бастау алатын болды. Енді қазақ хандығының құрылуының келесі кезеңіне келетін болсақ, бұл түркі дәуірі. Ол түрік қағанатынан басталады. Жалпы түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында болған мемлекет. Түрік қағанаты 552 жылы Бумын қағанның бастауымен қазіргі Моңғолия аумағында, Алтай мен Орталық Азияда құрылған болатын. Ол аварларды жеңіп, өзін елхан деп жариялаған болатын. Және де ол осымен түрік қағанатының негізін қалады. Қағанатының астанасы Орхон өзені бойындағы Ордабалық қаласы болған. Жалпы территориясы оның Кореядан Қара теңізге дейінгі ұлан байтақ жерде далада орналасқан болатын. Мемлекет Ұлы жібек жолын бақылады және де сауда мен мәдениет алмасуында маңызды рөл атқарған болатын. Қағанат Бумын, Мұқан және де Таспара қағандар тұсында күшейді және де Орталық Азияда ең ірі күшке ие болған болатын. 603 жылы ішкі қырқыстардың және де мұрагерлік даулардың салдарынан шығыс және батыс түрік қағанаттарына бөлініп кетті. Түрік қағанаты түркі халықтарының алғашқы мемлекеттік құрылымы ретінде ерекше тарихи мұраға ие болды. Жалпы шығыс және батыс түрік қағанаттары туралы айтып кететін болсақ, 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлініп кетті. Және де шығыс түрік қағанаты ол Моңғолия аумағында және батыс түрік қағанаты Жетісу мен Сырдария бойында орналасқан болатын. Шығыс түрік қағанаты білге және күлтегін қағандар тұсында гүлденді. Күлтегін мен Тоныкөк жазбалары осы кезеңдерде пайда болған. Батыс түрік қағанаты Тон Япу қаған тұсында күшейді. Олар Жетісу мен Орта Азияның бір бөлігін билеген болатын. Ұлы жібек жолының батыс бөлігіне бақылау орнатты, сауда мен дипломатиялық қатынастарды дамытқан болатын. 630 жылы шығыс түрік қағанаты Қытай Тан империясының әулетіне тәуелді болып қалды. Және де олар тек қана 682 жылы Құтлық қағанның арқасында олар қайтадан тәуелсіздік алған болатын.
Ал батыс түрік қағанаты 704 жылы түргештердің қолына өткен болатын. Екі қағанат та түркі халықтарының саяси, тілдік және мәдени бірлігінің негізін қалаған болатын. Одан кейін бізде түргеш қағанаты бар. Олар 704-756 жылдары болған мемлекет. Жалпы ол 704 жылы Үшлік қағанның басшылығымен жетісу өңірінде құрылған болатын. Ол батыс түрік қағанатының мұрагері ретінде Тараз, кейін Суяб қалаларының астына еткен болатын. Қағанат территориясы Жетісу, Сырдария бойы мен Шығыс Түркістанды қамтыған болатын. Түргештер араб шапқыншылықтарына қарсы күресті және 751 жылы Атлах шайқасында Қытай тан әскерін тоқтатуға көмектескен болатын. Олар ел ішінде сары және қара түргештерге бөлінген болатын. Және де олардың арасындағы тартыстар жалпы қағанатты әлсіретіп жіберді. Қағанат 756 жылы қарлықтардың қысымымен жойылып кетті. Және де түргештер Ұлы Жібек жолының бойында қауіпсіздікті қамтамасыз етті және де қала мәдениетінің дамуына үлес қосқан болатын. Олардың ақшалары мен жазба ескерткіштері мәдени өркениеттің көрсеткіші болып табылады. Кейін орта ғасырдың орта кезеңінде Қарлұқ қағанаты ол 756-940 жылдар аралығында болған мемлекет құрылды, және де одан кейін Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында болған мемлекет құрылған болатын. Жалпы Қарахан мемлекеті бұл ислам дінін қабылданған ислам дінін ресми қабылданған түркі мемлекет ретінде ерекше маңызды. Оның билеушісі Садық Боғрахан, ол алғашқы болып ислам дінін өзі қабылдады, кейін оның ұлы оны мемлекеттік дін етіп жасаған болатын. Жалпы ол Қазақстан мен Орталық Азияда ислам дінінің және де өркениетінің таралуына және жазба мәдениетінің дамуына үлес қосқан болатын. 12-13 ғасырларда Қыпшақ хандығы, ол 11-13 ғасырларда болған мемлекет, Қазақстанның далалық аймақтарын қамтыған болатын. Қыпшақтар мемлекеттілігі қазақ руларының қалыптасуында шешуші рөл атқарған болатын. 13 ғасырда бұл аймақ моңғол шапқыншылықтарына ұшыраған болатын. Соның себебімен кейін Алтын Орда 1243 және 15 ғасырлар аралығында болған. Және оның мұрагерлері Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы және де Моғолстан құрылған болатын. Жалпы осы мемлекеттердің барлығы этникалық, саяси және де мәдени сабақтастығы арқылы қазақ хандығының құруына тікелей алғышарт болған болатын. Және де қазақ хандығының құруына және де оның құру тарихы мен территориясының қалыптасуына келетін болсақ, қазақ хандығы 15 ғасырдың екінші жартысында құрылған болатын. 1465-1466 жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандар олар Әбілхайыр хандығының билігіне наразы болды, себебі ол бұрынғы жылдары ол жорықтарынан жеңілген және де ол халық арасында да наразылық тудырған. Сол себептермен Керей мен Жәнібек сұлтандар олар өздеріне қараған халықты ертіп Моғолстан батысындағы Шу мен Қозыбасы аймағына қоныс аударған болатын. Бұл жерде сол Моғолстанның билеушісі Есенбұға оларға берген болатын. Есенбұға бұл жерлерді жалпы шапқыншылықтардан қорғау үшін және де өзінің бір жақсы жақтар болғандықтан берген болатын. Бұл қадам дербес қазақ хандығының құрылуына бастама болған еді. Жалпы хандықтың алғашқы орталығы бұл Шу мен Талас өңірі болды. Кейін хандық аумағы Сырдария бойына, Түркістан, Жетісу, Ұлытау, Балқаш пен Ертіс аралығына дейін кеңейген болатын. Қазақ хандығының нығаюы Қасым хан, ол 1511-1518 немесе 23 жылдар дейді, тұсында ерекше қарқын алған болатын. Оның тұсында хандық шекара кеңейді және де ол Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жүйесін қабылдаған болатын. Кейін Есім хан және Тәуке хан дәуірлерінде мемлекет бірлігі мен заң жүйесі жетілдірілген болатын. Яғни Есім ханның тұсында Есім ханның ескі жолы және де Тәуке ханның тұсында жеті жарғы деген заңдар жинақтары қабылданған болатын. Жалпы енді хандар туралы көбірек айтып кетсек, Қасым хан ол қазақ хандығының ең қуатты әрі ірі мемлекетке айналған кезінде басқарған болатын. Ол хандықтың шекарасын қайтты және де оңтүстікте Сырдария бойындағы қалаларды, ол Сайрам, Созақ, Сығанақ деген қалалар үшін күресті күшейткен болатын. Ол қазақ халқының санын 1 миллионнан
сол кезде 1 миллионнан асқан болатын, және де ол Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағын жасаған болатын. Кейін одан Хақназар хан бар, ол қазақ хандығын ең ұзақ билеген хан болып табылады. Ол 1538-1580 жылдар аралығында билеген болатын. Ол хандықтың ішкі тұтастығын қалпына келтірді. Ол қазақ және ноғай ханы атанды. Ішкі феодалдық бадыраңқылықты кейін хандықты қайта біріктірген болатын. Ол ноғай ордасының әлсіреуін пайдаланып, оның көптеген тайпаларын қазақ хандығына қосып жіберген болатын. Кейін Есім хан бар. Есім хан 1598-1628 жылдар аралығында билеген. Ол Есім ханның ескі жолы деген заңдар жинағын шығарған болатын. Ол Қасым ханның заңдарын толықтырған. Және де бұл заңдар қазақ қоғамының әлеуметтік саяси құрылымын нығайтқан болатын. Ол Бұхара хандығымен соғыс жүргізіп, Ташкентті қазақ хандығының құрамына қосқан болатын. Кейін Салқам Жәңгір хан деген бар. Ол жоңғарларға қарсы күрестегі батырлығымен танылған болатын. Ол 1643 жылы Орбұлақ шайқасында 600 жауынгермен 50 мыңдық жоңғар әскеріне қарсы тұрып жеңіске жеткен болатын. Сондықтан оны Салқам ол айбарлы батыр деген мағынаны білдіреді, және де осы атақты ерлігі үшін алған болатын. Жоңғар шапқыншылығы мен Ресей ықпалы кезінде бізде Әбілқайыр хан болды. Ол Ақтабан шұбырынды және Алқакөл сылама кезеңдерінде кіші жүз әскерін басқарды, және де жоңғарларға қарсы күресте ерекше рөл атқарған болатын. 1731 жылы кіші жүздің Ресей империясына бодан болуын қабылдады. Яғни ол сол жылы Анна Иоановнамен протекторат деген келісімге қол қойды. Себебі қазақ хандығына және де оған көптеген жағынан қысым және де қауіп болған болатын. Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығында билеген. Ол бүкіл қазақтың ханы атанды. Және де ол бастапқыда орта жүздің ханы болды, кейін ол бүкіл қазақтың ханы атанды. Жоңғар басшылығы кезіндегі ол ұлы қолбасшы болып саналады. Қазақ жерлерін жоңғарлардан толық азат етіп, 300-дің басын біріктірген болатын. Ресей және Қытай, яғни Цин империясында арасында көп векторлы сыртқы саясат жүргізген болатын. Бұл хандықтың тәуелсіздігін сақтауға мүмкіндік берген. Және де Кенесары хан бұл қазақ хандығының соңғы, яғни 301-ге шешкен ханы болып табылады. Ол Абылай ханның немересі. Жалпы Ресей империясының отарлау саясатына қарсы соңғы ұлт азаттық жалпы ұлттық көтеріліс басқарған болатын. Және де ол қазақ хандығының мемлекеттік тәуелсіздігін қалпына келтіруге тырысты. Ол орыс бекіністерін қиратты. Ресейдің отарлау әкімшілігіне қарсы үлкен қарсылық көрсеткен болатын. 1847 жылы қырғыз жерінде қаза тапқан болатын. Оның өлімінен қазақ хандығының тарихы аяқталған болатын. Қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері туралы айтатын болсақ, Қазақстанның тарихындағы бұл өте маңызды және күрделі кезең болып табылады. Бұл кезеңдер қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігін, ұлттық санасын және де егемендігін қайта қалпына келтіруге бағытталған іс-әрекеттер болып табылады. Осы кезеңдерде әртүрлі тарихи оқиғалар мен процестер ықпалы байқалады. Ең алғашқысы бұл Алаш автономиясының жариялануы. 20 ғасырдың басында Ресей империясының құлауына байланысты қазақ халқының тәуелсіздігі мен ұлттық егемендігін қайта қалпына келтіру бойынша күшті қозғалыстар пайда бола бастаған. Бұл қозғалыстың ең маңыздысы бұл Алаш автономиясы және Алаш қозғалысы болып табылады. Оның мақсаттары мен рөліне тоқталатын болсақ, Алаш автономиясы қазақ жерінде дербес саяси құрылым құруды мақсат еткен. Олар 1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында өткен 2-ші жалпы қазақ съезінде қазақ ұлттық автономиясын жариялап, және де Алаш орда үкіметін құрған болатын. Алаш орда үкіметі алғаш рет қазақтың жеке мемлекет құру құқығын ашық түрде мойындаған, және де оны жүзеге асыруға қадам жасаған болатын. Үкіметтің төрағасы ретінде Әлихан Бөкейхан сайланды. Алаш орда үкіметінің құрамында қазақтың көрнекті зиялылары
және саяси қайраткерлері қызмет атқарған болатын. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Тұрар Рысқұлов сияқты және де басқа тұлғалар болған болатын. Жалпы Қазақстанның қазақтарының алғашқы билеушілерінің бірі Әлихан Бөкейханды айтуға болады. Оның саяси жалпы Алаш автономиясының саяси маңызына келетін болсақ, бұл Алаш автономиясы Ресей империясының ыдырауымен және де Қазан төңкерісімен сәйкес келген, және де бұл ұлттық тәуелсіздік идеясын көтерген болатын. Алаш орда үкіметі қазақ халқының мәдени білім беру және де тіл мәселелерін үлкен бір реформалар жасамақ болған. Бірақ өкінішке орай кеңес үкіметі 1920 жылы Алаш үкіметін құлатты. Бірақ Алаштың тарихи рөлі ұлттық санасында сақталып қалды. Қазақ АКСР мен Қазақ КСР-ның құрылуына келетін болсақ, 1917 жылы басталған ұлттық қауіпсіздік жолындағы күрес кеңес үкіметі кезінде жалғасын тапқан болатын. Қазақ ұлтының мемлекеттігін қайта жаңғыру жолында маңызды қадам бұл Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республика құрылуы және де оның Қазақ кеңестік социалистік республикасына айналуы болып табылады. Жалпы 1920 жылы 26 тамызда Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылған болатын. Бұл кеңес одағының құрамында автономия республика болды. Қазақ АКСР-ның құрылуы бұл еліміздің саяси тарихында жаңа бетбұрыс болған болатын. Бұл кезеңде қазақтың жері мен оның тарихы, мәдениеті сақталуы тиіс болды. Және де бірақ бұл іс жүзінде бұл автономия кеңес одағының орталық билігімен тығыз байланыста болған болатын. Қызылорда қаласы қазақ автономиясының алғашқы астанасы болды, бірақ кейін оны 1929 жылы астананы Алматыға көшірген болатын. 1920-1930 жылдарда республикада индустриализация және де ауыл шаруашылығын ұжымдастыру болған. КСР туралы айтатын болсақ, 1936 жылы Қазақ АКСР Қазақ кеңестік социалистік республикасына айналды. Бұл Қазақстанның кеңес одағы құрамындағы толыққанды республика ретінде танылғанын білдіретін болды. 1937 жылы Конституцияда Қазақ КСР-ның тәуелсіздігіне нақты қадамдар жасалса да, орталық билік пен партиялық жүйе толық бақылауда болған еді. Және де кеңес үкіметінің орталықтандырылған жүйесі қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен тәуелсіздігіне кедергі келтірді. Ал сол жылдары болған репрессиялар халықтың есінде ұзақ сақталған болатын. Кеңес одағының ыдырауына келетін болса, кеңес одағының экономикалық және саяси дағдарысы оның ыдырауына алып келді. 1980 жылдарының соңында басталған қайта құрулар және де саяси реформалар нәтижесінде көптеген республикалар өз тәуелсіздігін жариялады және де жаңа ұлттық мемлекеттер пайда болған болатын. Қазақстан үшін бұл кезең өте шешуші болды. Қазақстан тәуелсіздікке жолын айтатын болсақ, бір маңызды оқиғасы ретінде желтоқсан оқиғасын айтуға болады. Ол 1986 жылы болған еді. Алматы қаласында өткен жастар көтерілісі қазақ халқының ұлттық тәуелсіздікке деген ұмтылысын көрсеткен болатын. Бұл оқиға Қазақстандағы саяси белсенділіктің артуына әкелген болатын. Және де 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі мемлекеттік егемендігі туралы декларациясын қабылданған болатын. Онда Қазақстанның ұлттық құқықтары мен тәуелсіздігі заңды түрде бекітілген болатын. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялап, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданған болатын. Бұл қадам Қазақстанның әлем картасында тәуелсіз мемлекет ретінде орын алуына мүмкіндік берді. Енді КСР-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздік жариялауына толығырақ айтатын болсақ, КСР-ның күйреу себептерінде кеңес одағы 1922 жылы құрылған болатын. Оның құрамында 15 одақтас мемлекет болды. Соның бірі Қазақ кеңестік социалистік республикасы болды.
20 ғасырдың екінші жартысында КСРОда көптеген ішкі саяси, экономикалық және де әлеуметтік мәселелер туындаған болатын, және де бұл мемлекеттік жүйенің әлсіреуіне әкелген. Негізгі себептерін айтатын болсақ, бұл экономикалық дағдарыс, яғни кеңес экономикасы жоспарлы жүйе негізделген болатын, және де 1980 жылдары бұл жүйе заман талабына сай келген жоқ. Сондықтан да халық тұтынатын тауарлар тапшылығы пайда болды, және де инфляция күшейіп, өндіріс тиімділігі төмендеген болатын. Тағы бір себеп бұл саяси жүйенің тоқырауы болды. Билік толықтай коммунистік партияның қолында болды, және де азаматтық еркіндік, өзінің және де сөздің бостандығы, сайлау еркіндігі болған жоқ. Бұл қоғамда наразылық тудырды. Үшінші себебі бұл ұлттық мәселелер. КСРО құрамында көптеген халықтар және де олар өз ұлттық мәдениеті мен тілін дамытуға талпыныс жасады, және де осы дамытатындай мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан оларда ұлттық қозғалыстар күшейді. Әскери жарыспен қарулану, олар КСРО ақшпен қырғи қабақ соғысы болды. Және де бұл КСРО-ның экономикасын әлсіретіп жіберді. Елдің үлкен бөлігі әскери өнеркәсіпке жұмсалды, және де бұл халық тұрмысын нашарлатқан болатын. Және де соңғы себебі бұл перестройка және гласный саясаты. Ол 1985 жылдан басталды. Бұл Михаил Горбачевтың басқаруға келген соң реформалар жүргізгені. Ол саясатты демократияландыруға тырысты, және де бірақ бұл жүйе жүйенің іргесін шайқалтты. Және де бұрын жабық болған саяси мәселелер ашық талқыланды. Бұл қоғамдық билікке сын көзбен қарай бастаған болатын. Айтып кеткендей, желтоқсан оқиғасы 1986 жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласында өткен болатын. Бұл Қазақстан Компартиясының орталық комитеті Дінмұхамед Қонаевты орнынан алып, оның орнына Мәскеуден келген Геннадий Колбинді тағайындау себебінен болған екен. Бұл шешім халықтың, әсіресе жастардың наразылығын тудырған болатын. 1986 жылы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының ұлттық мәселе және де ұлттық намыс пен әділдік үшін шыққан алғашқы демократиялық қозғалысы болған еді. Бұл оқиға КСРО-дағы ұлттық сана мен тәуелсіздік қозғалысының басталуына түрткі болған, және де кейін бұл көтеріліс тәуелсіздік жолындағы күрестің символына айналған болады. 1990-1991 жылдардағы өзгерістерге келетін болсақ, 1990 жылы егемендікке қадам жасалған болатын, яғни егемендік туралы декларация қабылданды, ал 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялап, және де ол тәуелсіздік алды. Және де Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы конституциялық заң қабылданған болды, және осы арқылы ол Қазақстан өз тәуелсіздігін бекіткен болатын. Және де сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы маңызды қадамдарға келетін болса, бұл экономикалық және саяси реформалар болды. 1993 жылы Қазақстанның алғашқы конституциясы қабылданды. Сол жылы ұлттық валюта теңге айналымға енгізілген болатын. Бұл 15 қараша 1993 жылы. 1995 жылы жаңа конституция қабылданды, және де президенттік басқару жүйесі қалыптасқан болатын. Нарықтық экономикаға көшу басталды, және жекешелендіру жүргізілген болатын. Мемлекеттік қатынастарға келетін болса, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына, ТМД-ға, Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, Ислам ынтымақтастық ұйымына, және де тағы да басқа халықаралық ұйымдарға кірген болатын, және оған мүше болды. 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымы мінберінен Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет Азиядағы өзара сенім шаралары жөніндегі конференцияға бастамасын ұсынған болатын. Кейін бізде Қазақстанда ядролық қарусыздандыру саясаты болды, яғни кеңес заманында Қазақстан аумағында Семейде ядролық полигон болды. Бұл әлемдегі ең ірі ядролық сынақ алаңы болған болатын. 1991 жылы 29 тамызда ел басшылығымен Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлық шыққан болатын. Қазақстан кейін ядролық қарудан мүлдем бас тартқан алғаш мемлекеттердің қатарында болды. 1997 жылы ел астанасы
оның алдында ол Алматы қаласы болды, кейін бұл қазіргі Астана қаласына көшірілген болатын. Бұл шешім елдің геосаяси және экономикалық орталығы нығайтуға бағытталған болатын. 1991 жылдың соңында Түркия, ақш, Қытай, Ұлыбритания, Ресей және тағы да басқа мемлекеттер Қазақстан тәуелсіздігін ресми түрде мойындады. Және 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі атанған болатын. Жалпы тәуелсіздік, Қазақстанның тәуелсіздік алуы бұл қазақ халқының 1000 жылдық арманының жүзеге асуы. Және де бұл тек саяси еркіндік қана емес, бұл рухани жаңғыру мен ұлттық бірегейлікті сақтап қалудың мүмкіндігі болды. Және де соның нәтижесінде қазір қазақ тілі мен мәдениетінің мәртебесі артты, ұлттық сана мен тарихқа деген құрмет күшейді, және де мемлекеттің халықаралық беделі нығайған болатын. Сонымен қорытындылайтын болсам, КСРО-ның ыдырауы тарихи тұрғыдан заңды құбылыс болған еді. Бұл кеңес жүйесінің ішкі қайшылықтары мен экономикалық әлсіздігі осыны сақтап қалуға мүмкіндік берген жоқ. Сондықтан ал Қазақстан халқы бұл тарихи сәтті даналықпен қабылдап, бейбіт жолмен тәуелсіз мемлекет құра білді. Бүгінгі Қазақстан ол өз даму бағытын айқындаған, халықаралық қауымдастықта беделі артқан мемлекет және де егемен ел.